Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге қолда бар көкөністерден салат жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл салатымызды жасау үшін 10-15 минут уақыт жетерлік. Күнделікті қолда бар көкөністерден жасап көрсеңіздер болады. Біздің салатымызға қажетті заттар: сәбіз, қызыл ащы бұрыш, көк бұрыш, укроп, бір қызанақ, бір қияр, бір тал сарымсақ керек болады. Сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Бізге қажетті заттардың мөлшерін сілтемеге жазып қалдырамыз. Қызыл бұрышымызды майдалап турап аламыз. Көк бұрышымызды да майдалап турап аламыз. Табаға кішкене май қыздырып аламыз. Сарымсағымызды майдалап теркадан өткіземіз. Жаңағы қыздырған майымызды сарымсақтың үстіне құямыз. Қиярымызды да майдалап тураймыз. Қызанағымызды майдалап тураймыз. Укропты да майдалап тураймыз. Көкөністеріміздің бәрін турап болғасын, үстіне ұнтақталған қызыл бұрыш, бір қасық тұз саламыз. Кішкене қасықпен соевый соус саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын. Бұл салатымызды дайындау үшін бізге аса бір қажетті уақыт талап етпейді. Бар жоғы 10-15 минуттың ішінде дайындап дастарханға қоя беруіңізге болады. Тәбет ашарлық, өте әдемі салат. Міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.